Армысыздар, 24 KZ арнасының эфирінде жасыл экономика хабары, студияда Қонысбек Терегұлы. Қазақстанның алдағы айқын мақсаттарының бірі баламалы энергия көздерін дамыту. Бұл заман талабы. Себебі жыл өткен сайын энергия өнімдеріне сұраныс артып келеді. Мұндай маңызды мәселе Астана қаласында болашақтың қуаты Еуразиядағы тың мүмкіндіктер атты 8-ші Еуразиялық Казэнерджи форумында айтылды. Қазақстан болашақта да энергетика саласында туындаған мәселелерді бірлесе шешуге дайын екенін айтқым келеді. Бұл орайда мемлекетіміз жаңа технологияларды пайдалана отырып, баламалы энергия өндіру саласында жүйелі жұмыстарын жалғастыратын болады. Осы арқылы біз еліміздің экологиялық әлеуетін қалыпты жағдайда ұстауды көздейміз. Еуразия жобасы Каспий маңындағы бассейндерге өңірлік кешенді зерттеу жүргізуге ірі консорциум құруға бағытталған Казэнерджидің идеясы болып табылады. Бұл бір ғана Каспий деген сөз емес, Каспий де осы жобаның бір бөлігі болып табылады. Аталған жобаның келешегі зор және әлеуеті жоғары болады деген ойдамыз. Бүгінгі күнде біз бұл бассейннің репорттық аймақтарына ғана барлау жүргізіп, зерттеу жасадық. Бұл бассейннің тереңдігі шамамен 20-25 шақырым болады деп жоспарлап отырмыз. Әлемге ортақ мәселе энергия өнімдеріне артып отырған сұранысты қанағаттандыру жолында Қазақстан өзге елдерге сенімді серіктес болып қалатын Еуразиялық форумда премьер-министр Серік Ахметов атап өтті. Келешекте Қазақстанда отандық автомобиль шығарылуы мүмкін. Бұл туралы индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің бірінші вице-министрі Альберт Рау Астанада өтіп жатқан халықаралық International автосалон көрмесінде айтып берді. Сондай-ақ ол өндірілетін транспорттың экологиялық автокөлік болатындығында жоққа шығармады. Біз аз уақыттың ішінде көлік құрастырудан толыққанды өндіріске көштік. Менің ойымша барлығы әлалда. Күллі елдің арманы отандық модель ойлап табу. Бұл қашан болмасын орындалады, ал оның қандай болатындығын бүгін дөп басып айту қиын. Болжам ретінде айтар болсақ, қазақстандық автомобиль осы сериялардың қатарынан болады деп айтар едім. Таза отандық автокөлік өндірісінің нақты қашан басталатындығы жайлы айту әлі ертерек дейді Альберт Рау. Сонымен қатар қазіргі таңда министрлер кабинеті электрокөлікті кедендік баж салығынан босату мәселесінде қызу талқыға салуда. Все должно идти эволюционным путем. Негізі автомобильдерге кедендік баж салығы аз мөлшерде болуы керек, немесе толық алынып тасталуы қажет. Тіпті гибридтік көліктердің өзіне баж салығы төмендетілуі керек. Естеріңізге сала кетейік, Астанада өтіп жатқан халықаралық автомобильдер көрмесіне Германия, Жапония, Чехия, ақш, Ресей, Корея мен қазақстандық компаниялар қатысып жатыр. Көрме аясында әлемдік авто өндірушілердің жаңа әрі маңызды трендтері сұнылды. Сондай-ақ экологиялық таза, гүрілдемей жүретін электромобильдің де таныстыру өтті. Экологиялық таза транспорт туралы жалғастырсақ, жеңіл рельсті көліктердің қозғалыс жүйесі Астанада биылғы жылдың соңына қарай іске қосылуы керек болатын. Алайда бұл іс кейінге шегеріліп, енді ғана тендерлік жұмыстар жүргізіле бастаған. Енді жерүсті метросының алғашқы локомотив құрамы 2017 жылға, яғни Экспо шарасына қарай жүйіткей бастайды. Елорданың әуежайы мен темір жол бекеті арасындағы қашықтықта жолаушыларды тасымалдайтын жаңа транспорт жүйесі жөнінде осы жобаның девелоперлік қызметін атқарған компания басшысы айтып береді. Трамвай новой генерации есть и в Париже. Жаңа қуат көзімен қуатталатын трамвайлар Парижде, Лионда да бар. Әлемнің көптеген қалалары дәл осы көлік жүйесін дамытуды жөн санайды. Білетіндеріңіздей, ол тек экологиялық таза ғана емес, қала ішіндегі көлік кептелістерінен құтқарады. Яғни сол арқылы атмосфераға тарайтын CO2 эмиссиясының мөлшерін азайтады. Сондықтан көптеген мемлекеттер осы жобаларды жүргізудегі жұмыстарды құп көреді. Әлемнің өркениетті елдеріндегідей жасыл экономикаға өту жолына жыл сайын ұлттық жалпы ішкі өнімнің 2% жұмсалатыны белгілі. Ел президентінің бастамасымен қолға алынып жүйелі жұмыстарға жалғасқан жасыл экономиканың жемісін тұрғындарымыз көп уақыт өтпей көретін болады.
Табиғатымыз баламалы энергия көздерін өндіруге қолайлы екенін көрсетіп отыр. Осыдан болар бұл салаға шетел инвесторларының қызығушылығы басым. Қазақстандағы жел потенциалы анықталып, Біріккен ұлттар ұйымымен бірлескен 3 жылдық жобада әзірленді. Ал баламалы энергия көзін ауқымды көлемде қашан пайдаланамыз деген сұраққа келсек, Ерейментау қаласында орналасады деп жоспарланған жел паркінен қуат алатын 45 мегавайттық энергия орталығының өнімі Экспо 2017 көрмесінде қолданылмақ. Бүгінгі таңдағы тұрған біздің үдемелі индустриалды инновацияның дамуына сәйкес елбасымыздың айтып кеткен сарқылмайтын табиғи ресурстары болмайды. Сол себептен міне Қазақстан бүгінгі таңда осы жасыл экономиканы қолданып, жалпы біздің табиғи ресурстарымызды үнемді, ұтымды пайдаланып, болашақ ұрпаққа осы күйінде сақтап қалу. 2017 жылға жалпы өнімнің электр қуатын өндірудің әрине 3%-ын ғана құрайтын болады. Елбасының қойған мақсаты бар. Жыл сайын 2020 жылға дейінгі 2,5%-ға кеміту, мысалға жаңағындай үнемдеуді арттыру, сосын 2020 жылдан бастап 3,5%-ға осы электр үнемдеуді арттыру мәселесін жолға қойып отыр. Ал енді жалпы тұжырымдаманың нысаналы көрсеткішіне келетін болсақ, 2050 жылға біз осы көрсеткішті жалпы өнімнің 50%-ына жеткіземіз деген үмітіміз бар. Кезең-кезеңмен жүзеге асатын жасыл экономикаға өту тұжырымдамасы негізіндегі жұмыстар еліміздің көптеген өңірлерінде қолға алынып жатқаны белгілі. 2020 жылға дейін Қазақстанда табиғаттан қуат алатын энергиялық 31 нысанның құрылысын аяқтау жоспары бар. Әзірге 2011 жылдан бастап энергия орталықтары Ақмола, Алматы, Жамбыл, Қарағанды, Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарында салынуда. Азық-түлік белдеуін дамыту, тұрғындарды сапалы өніммен қамтамасыз ету күн тәртібіндегі басты міндет. Өнімнің экологиялық таза, еш химиялық қоспаларсыз өндірілуі өте маңызды. Сондықтан болар биылдан бастап Астана әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы шаруа қожалықтарымен бірігіп эко-таза картоп өсіруді бастады. Күзгі жиын терім көрсеткіші өзін ақтап шыққан тәрізді. Гектарынан 22 тонна картоп алынды. Дәнді дақылдар егілген жерге биыл бірінші рет картоп көкөнісі отырғызылды. Корпорация бастамасымен шаруаларға заманауи техника сатып алынып беріліп, агротехникалардың жаңа әдістері қолданылды. Өнімділігімен ұзақ сақталу ерекшелігіне қарай арнайы голландиялық картоп сұрыптары жерсіндірілген. Көктемгі науқанда гектарына 3 тонна ұрық егілсе, бүгінде барлық алқаптан 2000 тоннадан астам картоп жинау жоспарланған. Есть огромная возможность. Бізде экологиялық таза өнім өндірісін дамытудың үлкен мүмкіндіктері бар. Астана әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы бірнеше инвесторлармен бірігіп, картоп өсіру жөніндегі маңызды жобаны қолға алды. Ақмола облысының Аршалы ауданындағы 100 гектар аумақты алатын алқапқа осы көкөністі ектік. Шаруалар су үнемдейтін технологияларда пайдаланған. Суаратын ТЛ агрегатының ұзындығы 500 метрден асады. Бір айналып шыққанда 100 гектар аймақты толығымен қамтиды. Екі адамның күшімен ғана басқарылатын қондырғы күн райына қарай гектарына 300 не 400 текше метр су шығындайды. Бұл бұрынғы суару әдістеріне қарағанда әлдеқайда тиімді дейді қожалық басшысы. Су арық қазады, сонда су тұратындай қылып, соған неден су шығарады насоспен, жаңағы бөгеттен. Ол су жаңағы жерге сіңе береді, судың жаңағы несі болады. Су шығыны көп болады. Мынау судың шығыны жоқ. Жаңағы анадан алған суды мөлшерінде құяды да, мөлшерінен артық жерін тоқтатып қоямыз, уже оны құймайды. Сондықтан соның бұндай жаңағы жоғары қасиеті бар. Және бұл өзі бір келкі құяды барлық жерге. Ортасынан бастап шетіне дейін бір жерге құйып отырады. Корпорация иелігіндегі 600 гектар жерге де келесі жылы көкөністердің өзге түрлері егілмек. Бұл Астана маңындағы шаруашылықтың дамуына үлесін қосып, тұтынушыларға сапалы өнімді, тиімді бағамен сатып алуға мүмкіндік береді. Бүгінде алқаптан жиналған картоп арнайы қоймада сақталып, жәрмеңке мен түрлі сауда орталықтар арқылы астаналықтарға саудалануда.
Хабарымыз осымен аяқталды. Аптайын алып 24 кезет арнасының жасыл экономика хабарында жүздескенше. Қоршаған ортаға қамқор болыңыздар. Назарларыңыз бізде болсын.